екіншісін аламын деді да, екіншісін ішкен екен, жоқ маған 3 коробка бер деп 5-еуін ішті ғой. 5-еуінде кәдімгідей мынау қарында саудырап кеткен, жиналып қалғанда беттері тартылып қалған ғой, бүйтіп кәдімгі анау ісіктер бар ғой, денені ісіріп тұратын, бәрі кетіп қалған ғой. Кәдімгідей бүйтіп қойған сияқты. Анан түріне қарай берем. Мінекей өткенде менде 5 коробка ішті. 2-еуін ішті да, 2-еуінде мен оның результатын көрдім, на лицо көрдім да. Одан кейін ол үйге келді. Именно осыны, басқа ішкен жоқ. И дәмі де приятный. И жаңағы Әсемгүл деген келіншек, ол да осыны ішті да, сонда әдемі болып кетті. Кәдімгі коллагеннен артық демесем кем. Мынау деген вообще екен. Мынаны мен кеше қыздардың бәріне айттым. Өйткені сол результатын неде конференцияда айтты өткенде Астанада. Соны жаңағы Астананың қыздары сол әйелге звондап сөйлесіп, жаңа әйелмен, соның бәрін жазып алып отырды ғой. Анау Гүлшат деген не бар ғой, недегі Астанадағы лидер қыздар. Вот солар жаңа конференцияда айтқанда шок болды ғой. Мынаны дейді, адамдарға жеткізе алмай жатырмыз дейді. Мынау енді действительно мықты екен. Результат на лицо. 1 коробкадан кейін уже результат бұрқып шығады бетіңізге. Салмақ тастатады, Данияр мырза еще. Салмақ тастатады, жаңа солай. Патинабур деген бар құрамында, ол ішекті тазартады. Сосын мидағы токсинді тазартады деп айтады. Мидағы токсин. То есть как ВКВ сияқты жұмыс жасайды деді мынау. Как очищение ағзаны тазартады, е? ВКВ и как аминобустер жұмыс жасайды. Коллаген деп тұрмыз ол спирулин. И еще бүкіл ағзадағы вирус, бактерия. Вот. Жаңа әйелдің женский проблемасы көрдіңіз бе? Сол су сөпкенде тоқтады. Қазір әліге шейін жаңа сөйлесім, жоқ дейді, вообще жоқ болып кетті. Мен өзімде де сондай болды, Данияр мырза. Мен өзімде де болды ол жағдай. Вообще мынау бар ғой, бұл деген енді, мен бұны ше, мен өткенде ана не еткенде 11 коробкасы келді ғой маған. Үйде тұрған, сөйтіп жаңағы Балшайым ханым бұны алып ішті ғой. Сөйтті де, ойбай Дариға ханым, барма хэппи деді, ақшасын пенсияда беремін. Ойбай ма деп тағы екіншісін беріп жібердім. Сөйтті де Астанаға конференция келді, үйіңізде барма деді, бар деген, 3-еуін беріңізші деді, 3-еуінің ақшасын сразу төледі. Мен мынаған өлдім деді, құладым мынау деді, вообще супер деді ғой. Аяғы, еще шолтаңдап жүретін, походка жақсы кетті ғой. Шын айтамын, Данияр мырза, ол бейтіп жүретін да, сәл нетеді, бұрынғыдай емес, 50-60%-ке походка жөнеліп қалған ғой. Жаңағы аналарға айтты, мен походкам жөнделді деді. Одан кейін фигурасын әдемі қылып, андай фигурный қойған. Іштегі артық жирларын бәрін жоқ қылады екен мынау. Мынау дәмі де